Адамның түсіне жын шайтан ата бабасының аруағының кейпінде кіруі мүмкін бе? Бірнеше түрлері бар. Бұл жаңағы рахмани түстер дейді, сосын шайтани түстер дейді, сосын бұл жаңағы кездейсоқ болатын, шаршаудан пайда болатын түстер деп қарастырады. Шайтани түстер деген бұл жаңағындай әртүрлі физиологиялық шығынға ұшырау, әртүрлі жаңа нәпсі құмарлық дүниелерге ұшырау, олардың арасында шайтани түстер есептеледі. Ал кейбір аян түстер бар. Оны біз ешқашан жоққа шығара алмаймыз. Мысалы, бірнеше жыл бұрын алда болатын дүниелерге кейде аян береді. Немесе жаңа құрсақта жатқан балаға қатысты ат қоюға түстер келеді. Аталар келеді да түсіне кіріп, сенің құрсағында бәленбай ұл деген бала жатыр, сен оған бәленше деген ат қой деп айтады. Тіпті бұл кейде бірнеше жыл бұрын болуы да мүмкін. Ал сіз оны ешқандай жаңағы шайтан жындармен араластыра алмайсыз, өйткені жын шайтандар өткен шақтың ақпараттарын біледі, болашақтың ақпараттарын білмейді. Яғни сіздің болашақта дүниеге келетін балаңыздың ұл немесе қыз болуын, болмаса болашақта сіздің бірнеше жылдан кейін ұлды болатындығыңыз туралы шайтандар жеткізе алмайды. Демек, ол туралы аян келіп жатса, ертең сіз шынымен де ұл бала дүниеге сізге келіп жатса, маған шайтан аян берді деп айта алмайсыз. Сондықтан да бұл жерде жаңағы жақсы таза рухтар көмекке келген болу керек деп. Яғни Алла тағаланың әрине сізге жаңа ықыласының түсуімен, пейілінің түсуімен, сіздің ниетіңіздің тазалығымен келетін дүниелер ғой. Кейде тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсіне кіріп жатады. Пайғамбарымыздың да өзінің хадисі бар, білесіздер, мені түсінде көрген адам шынында өңінде көрген сияқты, өйткені шайтан малғұн менің бейнеме кіре алмайды деген. Сондықтан да ондай жақсы түстерді көріп жатқан адамдарды біз жоққа шығара алмаймыз.